Бұл сабақтың тақырыбы бөлінгіштік белгілері. Яғни, бөлінгіштік белгілерін білетін болсақ, біз кез келген санның қандай санға бөлінетінін, не бөлінбейтінін анықтай аламыз. Бұл бөлінгіштік белгілерін білетін болсақ, біз жай бөлшектерді тез қысқарта аламыз. Ендеше қарастырайық. Ең негізгі бөлінгіштік белгісі. Ең бірінші ол 2-ге бөлінгіштік белгісі. Сан 2-ге бөлінеді, егер ол санның соңғы цифры жұп цифрмен аяқталса. Жұп цифр дегеніміз 2-ге бөлінетін цифрлар ол 0, 2, 4, 6 және 8. Яғни кез келген сан осы цифрларға аяқталып тұрса, ол сан 2-ге бөлінеді деген сөз. Мысалы, 44. Соңғы цифры 2. 2-ге бөлінеді. Тексеріп көрейік. 2-ге бөлсек, 4-тің ішінде 2 рет 0 қалдық. 4-тің ішінде тағы 2. 22 шығады. Сол сияқты кез келген бір үлкен сан жазатын болсақ, мысалы 108.468 десем, бұл 2-ге бөлінеді ма деп сіздерден сұраса, соңғы цифрына қарайсыздар. 8 я 2-ге бөлінеді, өйткені соңғы цифры жұп болып тұр. 2-ге бөліп тексерсеңіздер де болады. 2-ге бөлген кезде 5, 4, 2, 3, 4, яғни 54.234 деген тура қалтықсыз сан шығады. Енді сіздерге мынадай сан берсе, 25.477 десе, бұны 2-ге бөле аламыз ба? 2-ге бөле алмаймыз, өйткені соңғы цифры 7, бұл 2-ге қалтықсыз бөлінбейді. Қалдық қалып қояды, бір қалдық қалып қояды. Сондықтан осылай ажыратамыз екен. Енді келесі 3-ге бөлінгіштік белгісін қарастырайық. Енді келесі бөлінгіштік белгісі 5. Соны қарастырайық. 5-ге бөлінгіштік белгісі бұл ең оңай белгілердің бірі. 5-ге сан бөлінеді, егер ол сан 0 немесе 5-пен аяқталса. 0-ге және 5-пен. 0 5-ге бөлінеді, 5 5-ге бөлінеді. Осы цифрлармен аяқталса, ол сан 5-ге бөлінеді деген сөз. Ең қарапайым 25. 25 5-ге бөлінеді, өйткені соңғы цифры 5 болып тұр. 25-ті біз білеміз, 5-ге бөлген кезде 5 шығады. Енді бағанағындай өте үлкен бір сан ала салатын болсақ, мысалы 1075 десем, бұл сан 5-ге бөлінеді деп бірден айта саласыздар, өйткені соңғы цифры 5 болып тұр. Мұнда да 5 болған. Соңғы цифры 5, ендеше бұл 5-ге қалтықсыз бөлінеді дейміз. 5-ге бөлсем, 10-ның ішінде 2 рет, 7-ның ішінде 1 рет 2 қалдық, келесі 5-те 25-тің ішінде 5 рет. 215 қалтықсыз сан шықты. Енді сіздерге кез келген бір осындай сан беретін болса, 270 десе 5-ге бөлінеді ма? Бөлінеді, өйткені соңғы цифры 0. 0-мен аяқталса сан 5-ге бөлінеді. Ендеше 27-ның ішінде 5 рет 2 қалдық, 0-те 20-ның ішінде 5 4. Сонда 54 қалтықсыз сан шықты. Ал егер сіздерге 32.416 5-ге бөлінеді ма десе, 5-ге бөлінбейді, өйткені соңғы цифры 6 болып тұр. Ал бізге 0 және 5-пен аяқталу керек 5-ге бөліну үшін. Ендеше келесі бөлінгіштік белгісін қарастырайық. Ол 10-ға бөлінгіштік белгісі. 10-ға бөлінгіштік белгісі тіптен оңай. Санның 10-ға бөлінетінін білу үшін, оның да соңғы цифріне қарай салуымыз жеткілікті. Яғни, ең соңы 0-мен аяқталатын болса, ол сан 10-ға қалтықсыз бөлінеді деген сөз. Мысалы, ең жеңілі 100, 100-ді 10-ға бөлсем, неше шығады? Тура 10 бүтін шығады. Сол сияқты кез келген бір үлкен санды алатын болсам да, 12.560 дейік. Бұл 10-ға бөлінеді, өйткені соңғы цифры 0 болып тұр. 10-ға шықса, жалпы 10-ға бөлуде оңай, мына 1 0 мұнда бар, 1 0 қысқарта салым, сонда 1256 деген сан шығады деп айта саламыз. Санды 10-ға бөлу деген ережені әлде қарастыратын боламыз. Бірақ осыны есте сақтап аласыздар. 10-ға 100-ге бөлген кезде неше 0 бар, мына 1 0-надан қысқартып, мынадан 1 0-ны алып тастай саласыздар да, сонда нәтижесі шығады екен, яғни 1256 алдық. Енді сіздерде кез келген, мысалы, мына жерге жаза салайын, 256 10-ға бөліне ме? Бөлінбейді. Неге? Өйткені соңғы цифры 0 емес.
Осы үшеуін есте сақтап аламыз. 2-ге, 5-ге, 10-ға бөліну үшін соңғы цифрына қараймыз санның. Егер 2-ге бөліну үшін жұп цифрмен аяқталу керек, ол мына цифрлар, иә. 5-ке бөліну үшін 0 мен 5-пен аяқталу керек. 10-ға бөліну үшін 0-мен аяқталу керек. Енді келесі бөлінгіштік белгілерін қарастырайық. Ол 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгісі. Сан 3-ке бөлінеді деп айтамыз, егер ол санның цифрларының қосындысы 3-ке бөлінсе. Есте сақтаймыз, цифрларының қосындысы. Яғни, мысалы мен қарастырайын, 219 деп берілсе сізге. Түріне қарап мысалы айта алмаймыз, иә? Соңғы цифр деген жоқ іште. Цифрларының қосындысы 3-ке бөлінсе дейді. Ойша аласыздар да мына цифрларды бір-біріне қосасыздар. Яғни, мында ойымда былай есептеп аламын, жақшаның ішіне аламын да, 2 қосу 1 қосу 9 деген цифрлардан тұрады, барлығын қосындысы 12, иә? Ал 12 3-ке бөлінеді ма? Бөлінеді, қалдықсыз 4 шығады. Ендеше 219 деген сан 3-ке қалдықсыз бөлінеді екен. Біз ойша сөйтіп ойлап аламыз, мынау ойша ойланады. Санға қарап тұрамыз да, оны 3-ке бөлінетінін білу үшін цифрларын қосамыз. Сонда ол 3-ке бөлініп тұрса, яғни бұл сан да 3-ке бөлінеді деген сөз. 21-дің ішінде 3 7 рет, 9-дің ішінде 3 рет. Сонда 73 деген қалдықсыз сан шығады екен. Енді келесі бір санды қарастырып көрейік. 9105 дейік. Бұл бөлінеді ме 3-ке? Бөлінеді, иә, неге? Өйткені цифрлардың қосындысы 9 қосу 1 10, 10-ға 0 10, 10-ға 5-ті қосқанда 15. Жазып қояйық, 9 қосу 1 қосу 0 қосу 5. Бұны жазып отырмайсыздар, қысқартқан кезде бөлшектерді. Бірден ойша осылай іштеріңізден цифрларды қосып аласыздар да 3-ке бөліп көресіздер. 15 3-ке бөлініп тұр, ендеше бұл сан да 3-ке бөлінеді деген сөз дейміз де, 3-ке бөліп қысқартамыз, иә. Мынаны 3-ке бөлсек, сонда 9-дің ішінде 3 рет, 1-дің ішінде 0 рет, келесі 0 түседі, 10-ның ішінде 3 рет, 1 қалдық 5 түседі, 15-дің ішінде 5 рет. Сонда 3035 деген қалдықсыз сан шығады екен. Енді тағы бір сан қарастырып көрейік. Мысалы, 1544 деген сан берейін. Бұл 3-ке бөлінеді ма? 3-ке қосып көрем ойша. Мынаны қосындысы 6, 6-ға 4 10, 10-ға 4 қосқанда 14. 14 3-ке бөлінбейді. Ондай болса, бұл сан 3-ке бөлінбейді дейміз, иә? 3-ке бөле алмаймыз екен бұл санды. Осылай зерттейсіздер. Енді 9-ға бөлінгіштік қасиеті дәл осындай. 3-ке сияқты цифрлардың қосындысы бұл жерде 9-ға бөліну қажет. Ендеше бір жаңағы мысал алайын. 9603 деген сан болсын. Бұл 9-ға бөлінеді ма? Ол үшін не істеймін? Цифрлардың қосындысын табам. 9-ға 6-ны қосам, оған 0-ді қосып жазбай қойын, 3-ті қосам, не? 9 қосу 9 18. 18 9-ға бөлінеді, тура 2 шығады. Ендеше цифрларының қосындысы 9-ға бөлініп тұр, онда бұл санды 9-ға бөлінеді. 9-ға бөле беруімізге болады. 9-дің ішінде 9 1 рет, 6-ның ішінде 0 рет, 60-ның ішінде 9 6 рет, 6 қалдық, 63-дің ішінде 7 рет. Сонда 1067 деген қалдықсыз сан шығады екен, иә? Сонда 9-ға бөлінетін зерттеу үшін бізге ол санның цифрларының қосындысы 9-ға бөлінсе жеткілікті екен. Кез келген тағы бір мысал алайын. 357 деп алайын. 9-ға бөлінеді ма? Бөлінбейді, иә, неге? Өйткені 3-ке 7-ні қосқанда 10, 10-ға 5-ті қосқанда 15, ал 15 9-ға бөлінбейді. Онда бұл сан 9-ға бөлінбейді деп айтамыз. Кез келген тағы бір мысал алсайын, 333 9-ға бөлінеді ма? Бөлінеді. Неге? Өйткені 3 қосу 3 қосу 3 жазып қойын 9. Ал 9 9-ға бөлінеді, қалдықсыз бөлінеді, жазып қойын 9 қосу бөлу 9 1-ге тең. Ендеше бұл сан 9-ға бөлінеді. Бөліп көрейік. 33-дің ішінде 9 3 рет, 27-ні азайтамын, 6 қалдық, келесі 3 рет, 63-дің ішінде 9 7 рет. Сонда 37 деген қалдықсыз сан шықты. Негізгі осы бөлінгіштік белгілерін есте сақтасаңыздар, жеткілікті. Бұл бізге жай бөлшектерді қысқартуға аса қажет болады. Сондықтан осыны есте сақтап аласыздар. Енді кез келген бір сан алайық, үлкен сан, соны зерттейік. Қандай санға бөлінеді, қай санға бөлінбейді? Жаңағы айтылған, мысалы жазайын, 12460 деп алайын. Бұл нешеге бөлінеді?
соңғы цифрын қарайын бірінші. 0-мен аяқталып тұр. Яғни жұп цифр 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінеді. Келесі 0-мен аяқталып тұр. Ондай болса, ол 5-ге бөлінеді. 0-мен аяқталып тұр. Онда ол 10-ға бөлінеді қалдықсыз. Енді 3-ке бөлінеді ма, оны зерттеу үшін не істеймін? Цифрларын қосам. 1 қосу 2. Оған 4 қосам, оған 6-ны қосам. Сонда 13. 13 3-ке де 9-ға да бөлінбейді. Ондай болса, бұл 9-ға да 3-ке де бөлінбейді екен. Яғни осы берілген сандарға ғана бөлінеді, иә? Аны ойша өстіп анықтаймыз. Яғни мына санымыз 2-ге, 5-ке және 10-ға бөлінеді екен. Енді келесі тағы бір мысал қарастырайын. 2505 болсын. Осы сан нешеге бөлінеді? Соңғы цифрына қарайым. Тағы цифр. Онда 2-ге бөлінбейді. 5-пен аяқталып тұр. Ондай болса, ол 5-ке бөлінеді. 5-пен аяқталып тұр. 10-ға бөлінбейді. Ол үшін 0-мен аяқталу керек еді, иә? Енді 3-ке бөлінеді ма, көрейін. Цифрын қосам. 5 қосу 5 10. 10-ға 2-ні қосам 12, иә? Ондай болса, бұл 3-ке бөлінеді екен. Цифрлардың қосындысы 12 дедік. 12 9-ға бөлінбейді. Онда ол 9-ға бөлінбейді. Яғни берілген сан 5-ке және 3-ке бөлінеді екен. Осылай анықтаймыз. Бойынша тапсырма берілмейді, бірақ бізде жай бөлшектерді қысқарту тақырыбында берілген тапсырмада, жай бөлшектерді қысқартуға берілген тапсырмада қандай сандарға сіздер қысқарттыңыздар және ол санға қалай бөлінетіндігін анықтадыңыздар. Соны ауызша айтып кетесіздер. Ендеше сәттілік, келесі сабақта кездескенше.